тексеріп жатқам ғой басынан. Шанс берем дейді. 23-те. Экран көрініп тұр ма оқушылар? Экран көрініп тұр ма? Кері байланысқа шығайық. Экран жоқ дейді. Көрініп тұр ғой. Телефонда мен қарап отырмын оқушылар. Көрініп тұрған жоқ апай. Енді көрініп тұр дейді. Көрініп тұр, жақсы. Бүгін біз органикалық кіріспе тақырыбын өтетін боламыз. Органикалық қосылыстардың құрылымдық формуласын біз дұрыс құрастырып үйренеміз, себебі бізде база органикалық формулаларды атаумен формулаларды дұрыс құрастыра алуымыз керек. Енді құрылымдық формула дегеніміз не? Құрылымдық формула негізі біз білеміз, органикалық қосылыстар молекула күйінде жазылады, молекула күйі деп отырғанымыз ол формуланың жинақталған түрі. Ал егер де біз формуланы ашып жазатын болсақ, ол бізде құрылымдық формула болып табылады. Ал оның негізгі анықтамасы молекуладағы атомдардың өзара байланыс суретін көрсетеді. Енді органикалық қосылыстарды білу үшін органикалық қосылыстардың ең басты элементі ол бізде көміртек болып табылады. Одан кейін есте сақтап алыңыздар. Көміртек бізде 4-ші топта орналасқандықтан периодты жүйеде, сондықтан ол всегда 4 валенттілікті көрсетеді органикалық қосылыстар бойынша. Былай жаттап алыңыздар, көміртектің бізде 4 қолы бар деп, яғни оның 4 валенттілікті көрсететіндігін осылай айқындай аламыз. Енді келесі бізде сутек. Қазір тек қосымша элементтер ретінде сутекті ғана қарастырайық. Себебі органикалық қосылыстарда бізде азот, оттек сияқты элементтер болады, бірақ оларды біз алдағы уақытта қарастыратын боламыз. Сутегі всегда бізде бір валенттілікті көрсетеді, сондықтан бізде сутектің бір ғана байланысы болады. Осыны жаттап алыңыздар. Қазір керек болады. Қатып жатыр ма оқушылар? Қатып жатыр ма? Мүмкін сіздерде сет ұстамай тұрған шығар. Егер де менде сет ұстамаса, айтыңыздар, сет ұстамай тұр деп. Апай сақтала ма дейді. Зор апай дейді. Жақсы, онда оқушылар, жалғастыра берейік. Сіздерге түсінікті болды, мұнда кеттік. Келесі, енді органикалық қосылыстардың құрылымдық формуласын сіз көрсетейік. Мысалы, метан. Сіздерге формула жібердім таңертең. Осыны жаттаңыздар деп. Метанның формуласы CH4 болады оқушылар. Енді қараңыздар, көміртектің 4 қолы бар дедім. Яғни ол оның 4 валентті екендігін көрсетеді. Сондықтан көміртекке былай сіздер 4 байланысты жалғай саласыздар. Енді сутектің бір ғана байланысы болғандықтан оның бір ғана қолы болады дедім. Қараңыздар, сутек атомы бізде 4-еу болып тұр. Онда 4 жағына біз сутекті жалғай саламыз. Міне, құрылымдық формуласы осылай болады. Ал молекула формуласы міне жинақталып жазылған CH4 деген. Бұл бізде метанның формуласы. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Құрылымдық формуланы жазу бойынша. Комментарийға кері байланысқа шықсаңыздар. Сұрақ жоқ дейді. Ол болсын, сізде сет қатып тұрған шығар. Экран көрініп тұр. Жақсы оқушылар. Енді келесі біз этанды қарастырып көрейік. Этанда көміртек атом неше болып тұр? Көміртек атомнан 2 болып тұр. Сондықтан біз бірінші кезекте 2 көміртек атомын осылай сызып аласыздар. Енді мен жаңа айттым, көміртек 4 валентті, яғни оның 4 қолы болу керек деп, Міне, 2 көміртектің ортасында ортақ бір ғана байланысы бар екен, Қалған 4 байланысты біз жалғауымыз керек. Міне, мына жаққа бір байланыс жалғаймыз, мұнда екінші байланыс, мұнда үшінші байланыс, ортақ байланыспен 4 байланысы болды, бірінші көміртек. Дәл солай біз екінші көміртекті жалғайсыздар. Екінші көміртек тек қана бір байланысы болып тұр. Оған 3 байланыс жалғайтын болсаңыздар, көміртектің 4 валенттілігі сақталады. Енді бізде неше сутек атомы бар? Сутек атомынан 6-ау бар. Онда біз 6 сутек атомын жалғай саламыз. Ал қарап отырсаңыздар, сутек атомның тек қана бір ғана байланысы бар. Формуланы осылай жазамыз. Ол бізде құрылымдық формула оқушылар. Енді біз құрылымдық формуланы жазуды үйрендік. Енді біз осы көміртек пен көміртек арасындағы байланыстарды анықтай алуымыз керек. Себебі ұбт-да сигма және де пи байланыстарды тап деген сұрақтар өте жиі келеді. Егер де көміртек пен көміртек арасында дара байланыс болатын болса, ол қандай байланыс оқушылар? Комментарийға жазсаңыздар. Микрофонды қоспаймыз. Көміртек пен көміртектің арасында бізде бір ғана байланыс болатын болса, ол бізде сигма байланысы оқушылар. Ал егер де көміртек пен көміртектің арасында бізде 2 байланыс болатын болса, оның біреуі міндетті түрде сигма болады, ал екінші пи байланыс болады. Ал көміртек пен көміртектің арасында 3 байланыс болса, оқушылар қалай болады? 3 байланыс болса. 2 пи байланыс болады, ал ортасындағы байланысты біз сигма байланыс дейміз. Енді сұрақ оқушылар. Мына этанның құрылымдық формуласын жаздық,
Бұл жерде неше сигма байланыс бар? Санайықшы. Сигма байланысты. Сигма байланыс жаңа айттым, ол тек қана дара байланыстар, я? 7 дейді. Енді қараңыздар. 1 сигма байланыс, 2 сигма байланыс, 3, 4, 5, 6, 7. Түсінікті ғой, я? Байланыстарды анықтау бойынша. Ал пи байланысты тап дейтін болса, сіздер қос байланыс немесе 3 байланыс бар ма, соны анықтауларыңыз керек. Енді кеттік. Көмірсутектерді біз екіге бөліп қарастырамыз, ол бізге қаныққан және де қанықпаған көмірсутектер. Ал мысал келтіріңіздер. Қаныққан көмірсутектерге бізге қандай көмірсутектер жатады? Алкандар. Тек алкандар ма оқушылар? Тек алкандар. Алшай тәуірге болмай. Жоқ, микрофонды өшіремін, себебі қазір мен дауысым естілмей қалады оқушыларға. Комментарий қарап отырамын оқушылар. Енді қаныққан көмірсутектерге бірінші бізде алкандар жатады. Яғни алкан. Алканның формасын сіздер жатқа білуіңіз керек. Оның формасы H2N плюс 2. Келесі қаныққан көмірсутектерге бізде циклоалкандар жатады. Яғни циклоалкан. Циклоалкандардың формасы қандай? Яғни оның формасы H2N. Мысалы, алкандарға мына формаға салатын болсақ, пропанның формасы қалай болды? Кестені жаттадық па? Экран қатып қалды ғой дейді. Қатып тұр ма экран? C3H8. Жаңа оны қарастыр, я? C3H8. Енді циклоалкандардың қандай айырмашылығы бар алкандарда? Не үшін екеуі де қаныққан көмірсутектерге жатады? Жаңа біз қарастырдық. Мысалы, пропан, я? Пропанның формуласында бізде 3 көміртек бар. 1, 2, 3. Және де әр көміртектің бізде 4 байланысы болады деп жаңа айттым. Сондықтан барлық көміртектерге біз 4 байланысты осылай жалғап шығамыз. Сосын сутектерді жалғай саласыздар. Сутек бір ғана байланысы болады. Міне, осылай. Қарасаңыздар, құрамында тек қана дара байланыс болғандықтан бұл бізде қаныққан көмірсутектер деп аталады. Ал циклоалкандар не үшін қаныққан көмірсутек? Циклоалкандардың құрамында бізде дара байланыс болады ма? Соны анықтай, я? Циклоалкан деп отырғаныз, оның құрамында бізде міндетті түрде цикл түзеді. Мысалы, бұл жерде циклопропан. Ал циклопропанның формуласы бізде C3H6. Сіздер оны циклоалкандар деген тақырыпта өтесіздер. Қазір білмесеңіздер ештеңе етпейді оқушылар. Тек қана бұның мәнін түсініп алсаңыздар болды. Енді олар былай CH2, тағы да мына жақтан цикл түседі. Мұнда CH2, сосын мұнда тағы да бізде CH2 тобымен байланысады. Міне. Бұл бізде циклоалкандар. Қарап отырсаңыздар, бұның да арасында бізде тек қана дара байланыс бар оқушылар. Сондықтан бұл бізде қаныққан көмірсутектерге жатады. Енді біз қанықпаған көмірсутектерді қарастырайық. Қанықпаған көмірсутектердің құрамында оқушылар 2 байланыс және де 3 байланыс болады. 3 байланыс. Түсінікті ма? Комментарийді бір көрейін. Жауаптарын жазып жатқан екен. Алкен, алкаден, алкин дейді. Өте керемет оқушылар. Енді біз әрқайсының формуласын жазып қарастырайық. Мысалы, алкен. Алкен бірінші. Алкенді сіздер жақсы білесіздер, оның құрамында бізде қос байланыс болады. Жаздық. Енді қос байланыс болатын болса, біз пропеннің формуласын жазайық. Алкендерде ен деген жұрнақ жалғанады. Яғни алкендердің формуласы C3H6 болады. Енді осылай сіздер бірінші 3 көміртек атомын осылай сызып аласыздар. Енді құрамда айттым ғой, 2 байланыс болады деп, сондықтан бірінші көміртекке біз бұлай 2 байланысты жалғай саламыз. Енді қалған көміртектердің біз 4 валенттілігін ескеруіміз керек. Бірінші көміртекте 2 байланыс бар екен, ол 4 валентті болу үшін оған 2 ғана байланыс жетіспейді екен. Сондықтан мына жаққа біз осылай 2 ғана сутекті жалғай саламыз. Келесі көміртекке қараңыздар. Келесі көміртекте бізде 3 байланысы бар, ол 4 валентті болу үшін оған тек қана бір ғана сутегі керек. Келесі үшінші көміртекте бір ғана байланысы бар, яғни ол 4 валентті болу үшін оған 3 сутегі керек. Міне. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма осы алкен бойынша? Қос байланысты қарастырдық. Келесі бізде құрамында 3 байланыс болатын болса, ол бізде алкин деп аталады. Алкин. Міне 3 байланыс. Енді бұның құрылымдық формуласын қарастырайық. Комментарийді оқып үлгермей жатырмын оқушылар. Мысалы, пропен. C3H4 болады, оның формуласын жазып қой міне. CnH2n-2 деген формулаға салуымыз керек. Ал алкендердің формуласы CnH2n болады. Сіздер бұл формуланы анықтай аласыздар ма? Мысалы, көміртегі атомның саны 3 болатын болса, міне 3-ті 2-ге көбейтесіздер. Міне сутек атом осылай 6 болып тұр оқушылар. Енді, мысалы, пропеннің формуласын жазып көрейік. Пропенде бізде 3 көміртегі атом болады. Ал сутек атом неше болады? Яғни 3-ті 2-ге көбейтесіздер.
ол 6 болады, иә. 6-та міндетті түрде 2-ні азайтып тастаймыз. Сонда 6-тан 2-ні азайтамыз, С3H4 деген формула пайда болады. Енді осының құрылымдық формуласын былай жазамыз. Бірінші, 3 көміртегі атомын сызып аламыз. Жаңа айтқандай, құрамында бізде 3 байланыс бар. Сондықтан не істейміз? Бірінші көміртекке 3 байланысты осылай жазып қоясыздар. Ал қалған көміртектердің біз 4 валенттілігін сақтауымыз керек. Бірінші көміртекте бізде 4 валентті болу үшін оған тек қана бір ғана сутегі жетіспейді. Сондықтан мына жаққа біз бір ғана сутекті жазып қоямыз. Келесі екінші көміртекке қараңыздар. Яғни сол жағында 3 байланысы бар, оң жағында 1 байланысы бар, 4 байланысы болып тұр ғой. Сондықтан оған тағы да сутекті жалғаудың қажеті жоқ. Келесі көміртек бір ғана байланысы бар, мұнда біз 3 сутекті жалғай саламыз. Болды, бізде формула дайын. Сұрақ бар ма? Так, комментарийді бір ашып көре салайын. Не жазып жатыр екенсіздер? Ой, молодец, Дәулет, мына жақта барлығын жазып тапты ғой. Керемет. Так. Кеттім, белім ауырып кетті дейді Нұрислам. Аха. Апай ай бірінші курс дейді. Кім бірінші курс Аяна? Енді бізде ең соңғысы құрамында 2 қос байланысы бар көміртек қандай? Яғни қос байланыстан 2 болады. Қайсы болады оқушылар? Алкаден. Нұрислам молодец, я, бізде алкаден болады. Мысалы, пропаденнің формуласын салатын болсақ, алкаденнің де формуласы бізде алкендермен ұқсас болып келеді. Яғни CN H2N-2 болады. Ол бізде алкаден. Енді пропаденнің формуласын салайық. Міне, көміртек атомынан 3 болады. Пропанды білесіздер. Алкаденді айтатын кезде оған ден деген жұрнақты жалғай саламыз. С3H4 болады. Жаңа айтқандай, бұның құрамында бізде не деп айттым? Құрамында 2 қос байланыс болады дедім. Сондықтан бірінші кезекте сіздер осылай 3 көміртек атомын жазып аласыздар. Одан кейін бізде 2 қос байланыс болғандықтан бірінші көміртекке біз 2 байланысты осылай жазып қоямыз. Дәл солай екінші көміртекке 2 байланысты жазып қоясыздар. Енді қалған көміртектердің біз валенттіліктерін сақтауымыз керек. Бірінші көміртекте біз 2 байланыс кетіп қалған, ол 4 валентті болу үшін оған 2 ғана байланыс керек. Міне жазып қойдық. Дәл солай екінші көміртекте 4 валенттілігі сақталып тұр, оған ешқандай сутекті жалғаудың қажеті жоқ. Келесі соңғы көміртекте 2 байланысы бар, оған тағы да 2 сутекті осылай жалғай саламыз. Болды, бізде формула дайын оқушылар. Мына бірінші формула бұл бізде молекулалық формула, ал екінші формула бұл бізде құрылымдық формула болып табылады. Түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма оқушылар? Түсінікті дейді. Енді сіздер алкандар мен алкилдердің формуласын жаттап алдыңыздар ма? Қазір біз құрылымдық формулаларды атауды үйренеміз оқушылар. Яна, көмілденген қосарланған оқшауланған деп бөлінеді. Бізде алкадендер құрамында қос байланысының орналасу ретіне байланысты. Өте жақсы, мұнда органиканы тіпті күшті білетін оқушылар да көп екен, иә? Керемет. Енді сіздер формуланы жаттайтын болсаңыздар, міне, бір көміртек атомы болатын болса, ол бізде метан деп аталады. 2 көміртек атомы болатын болса, ол бізде этан деп аталады. Яғни сіздер көміртек атомына байланысты сіздер барлығын жатқа білулеріңіз керек. Енді алкандардың негізгі формасы H2 плюс 2 болады. Алкил, яғни алкил деп отырғанымыз ол бізде радикал деп аталады. Ал радикалдардың формасы, яғни бір сутек атомына кем, яғни CnH2 плюс 1. Мысалы қараңыздар, метанның формасында CH4 қой, ал метилдің формасында CH3. Оған ил деген жұрнақты жалғаймыз. Келесі этан. Этанның формасы C2H6, ал этилдің формасы C2H5. Қарап отырсаңыздар, барлығында бір сутек атомына кем болып тұр, иә? Келесі үшінші көміртекке қараңыздар. Сутек атомы 8, ал мұнда сутек атомы 7. С3H8 болатын болса, ол бізде пропан деп аталады, ал С3H7 болатын болса, ол бізде пропил деп аталады. Қазір осы формуланы жаттамаған болсаңыздар, оқушылар скринді алыңыздар. Қазір осыған байланысты біз тапсырма орындайтын боламыз. Жақсы ма? Кеттік. Енді алкандардың номенклатурасына тоқталып өтсек, ең бірінші кезекте біз ұзын тізбекті анықтауымыз керек. Келесі біз радикалды анықтаймыз. Радикал міне. Екінші тұрған ол бізде радикал деп аталады. Осыны білулеріңіз керек. Екінші кезекте осыны анықтаймыз оқушылар. Келесі көміртек қаңқасын номерлеп шығамыз. Енді сіздерге мына формула берген екен. Осы жерде ұзын тізбек қайсысы оқушылар? Ұзын тізбек міне көрініп тұр, иә? Міне, мына тізбекті біз ұзын тізбек деп аламыз.
түсінікті, иә? Ұзын тізбекті таптық. Міне, біріншісі кетті бізде оқушылар. Келесі екінші не дейді? Радикалды анықтаймыз дейді. Міне, CH3 деген радикал бар екен. Ал CH3-ті біз не деп атаймыз деп аттым? Міне, CH3-ті біз метил радикалы деп атаймыз. Міне, біріншісінде тұр. Енді радикалды таптық. Сосын біз не істейміз? Номерлейміз, иә? Номерлеуді көміртегі атомы қай жаққа жақын, яғни радикал қай жаққа жақын болады, сол жақтан бастап номерлейсіздер. Мысалы, оң жақтан бастап, сол жақтан номерлеп көрейікші. 1, 2, 3, 4, 5 болды, иә? Керісінше номерлеп көрсек қалай болады? 1, 2, 3, 4, 5. Разница жоқ, иә? Қай жақтан бастап номерлесек те, себебі радикал бізде ортасында тұр. Онда бәрібір қалай номерлейтін болсақ та. Ал радикал қай жерге жақын, сол жақтан номерлейміз, соны жаттап алыңыздар. Қазір сондайды да қарастырамыз. Енді үшінші көміртекке қараңыздар. Үшінші көміртекте не тұр? Метил деген радикал тұр. Сондықтан метил деген радикал қай көміртекте тұр, соның номерін көрсетеміз. Міне, 3 метил. Ал 5 көміртек болатын болса, біз оны не деп атаймыз? Дәл жаңағы формулаға қайтадан ораласыздар. Міне, 5-ші тұрған, ол бізде пентан деп атады. Сондықтан біз не деп атаймыз? 3 метил пентан деп формуланы осылай жазып қоясыздар. Түсінікті ма? Ема, түсініп жатырмын дейді Мөлдір. Я дейді. Келесі дейді. Керемет. Енді қарайық. Енді сіздерге мысал, мына жақтан біз ұзын тізбекті анықтауымыз керек. Бірінші былай қарайық. Былай ұзын тізбек деп қарастыратын болсақ, ол дұрыс па? Бірінші санап көрейік. 1, 2, 3, 4. 4 көміртегі атомы болып қалды, иә? Мен қайтадан өшірем. Осын жаттап алыңыздар. Міне, өшірдім. Ал төменге қарай жазып көрейікші. Бізде 5 болды, иә, көміртегі атомы. Міне, төменге қарай былай жазатын болсақ, бізде көміртегі атом неше болып кетті? Яғни 1, 2, 3, 4, 5 болып кетті оқушылар. Біріншісіне 4 болған, екіншісіне 5 болған. Сондықтан бізде ұзын тізбек осы деген сөз. Ал CH3 дегеніміз не оқушылар? CH3 ол бізде радикал. Міне, радикалды белгілеп қоямыз. Радикал бізде қай көміртекте орналасқан? Ол 3-ші көміртекте орналасқан. Сондықтан біз не істейміз? 3 метил радикал, яғни CH3-ті біз метил деп атаймыз ғой. Енді 5 көміртегі атомы болатын болса, ол не деп атайтын едік? Жаңа айттық. Оқушылар. 3 метил 3 метил пентан болады. Өте жақсы. Пентан. Кетті, келесі. Келесі ұзын тізбек өзі көрініп тұр екен, иә? Міне, ұзын тізбек бізде дайын тұр оқушылар. Енді радикалды белгілеп қоямыз, міне. Сіздерге радикалды белгілеп қойдым. Енді қараймыз. CH3 бізде сол жаққа жақын тұр ма, әлде оң жаққа жақын тұр ма? Соған назар аударамыз. Яғни оң жаққа ол жақын болып тұр, иә? Сондықтан біз оң жақтан бастап номерлейміз. 1, 2, 3, 4. Міне номерлеп қойдық. Енді екінші көміртекте бізде метил деген радикал бар. Номерін көрсетесіздер. 2 метил. Енді 4 көміртегі атомы болатын болса, дұрыс жазып жатсыздар оқушылар. Міне, 4 көміртегі атомы болатын болса, біз оны бутан деп атаймыз. Сондықтан бізде жауап 2 метил бутан дегенге сәйкес келеді. Түсінікті ма? Енді сіздерге тапсырма. Өздеріңіз анықтап көріңіздер. Дәл осындай тапсырма беріп көрейін, иә? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мұнда CH3-ті жалғай. Не деп атаймыз? Сутектерін толтырып шыға саламыз. Мұнда бір байланыс бар. 2 сутек керек, 3 сутек керек. 4 валентті болу үшін. Мұнда бізде бір ғана сутек керек. Мұнда 2 сутегі, мұнда 2 сутегі. Себебі екі жағында 2 байланысы бар. Мұнда тоже бізде 2 сутек, мұнда 3 сутек. Кәне, кім дұрыс жазды? Комментарийді қарап жерейін. Түсінікті. 2 метил гептан дейді. 2 метил гексан дейді. Гексан. Гексан. Гексан екен қайдан анықтадық? Сіздер жаңағы формаға қайтадан ораламыз. Міне. Бізде неше көміртек атомы болып тұр? 6 көміртек болатын болса, ол бізде гексан деп аталады. Осы жерден қарайсыздар оқушылар. Енді ұзын тізбекті анықтадыңыздар ма? Міне, ұзын тізбек міне тұр. Радикал қай жаққа жақын болып тұр? Радикал бізде сол жаққа жақын болып тұр. Сондықтан біз сол жақтан бастап номерлейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды, номерлеп шықтық. Енді екінші көміртекте бізде метил бар. Сондықтан біз екінші көміртекті көрсетіп қоямыз. Ол бізде 2 метил. Яғни 6 көміртегі атомы болғандықтан ол бізде гексан деп аталады.
міне осыдан шығып тұр. Давайте қиын дейді. Бүгін қай тақырыпқа дейін талдаймыз дейді. Тек органиканың осы номенклатурасын толықтай қарастырып өтеміз. Атауларын, жақсы ма? Так, сіздерге тағы мысал. Бірінші қиын өзім түсіндіріп өтейін, иә? Бұлай болса біз қалай атаймыз? Мысал ретінде бізде бұлай 3 көміртек атомы болсын. 1, 2, міне 3. Екінші көміртекке 2 CH3-ті жалғайық. Міне CH3 и төменгі жағына біз CH3-ті жалғайық. Қалған көміртектің валенттіліктерін санайық. Міне бір байланыс кетіп қалды, 4 валентті болу үшін оған 3 сутек керек, иә? Келесі, мына жақта да бізде бір ғана байланыс кетіп қалды, оған тағы да 3 сутек керек, сонда 4 валентті болады көміртек. Ал ортадағы көміртектің қарасаңыздар 4 байланысы бар, оған сутек керек емес оқушылар. Енді осы формуладан біз ұзын тізбекті анықтаймыз. Міне, ұзын тізбек CH3 болады, иә? Міне, ұзын тізбек дайын тұр. Енді біз оң жақтан да, сол жақтан да бастап номерлей аламыз, себебі ортасында тұр, иә, радикалдар. Міне, 1, 2, 3 номерлеп алдық. Енді келесі екінші көміртекте бізде метилда неше болып тұр? Метил радикалының 2 болып тұр, сондықтан 2-ні біз 2 рет жазамыз. Міне, 2, D деген сөз болады. Яғни 2 радикал болатын болса, оны D деп атайсыздар, 3 радикал болса, три деп атайсыздар, ал 4 радикал болатын болса, біз оны тетра, 5 болса пента деген сияқты кете береді. Бірақ көбіне бізде 4-тен аспайды оқушылар. Енді D метил болады, яғни метил радикал ғой CH3. Енді 3 көміртек атомы болғандықтан оны біз пропан деп атаймыз. Пропан. Түсінікті ма? Оқушылар. Өте жақсы. Енді кеттік, келесі. Енді кішкене күрделілігін қарастырайық. Міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мұнда бізде CH3 болсын. Мұнда бізде C2H5 болсын. Мұнда тоже CH3 болсын. Ал енді осыны қалай атаймыз? Кішкене күрделі, иә? Бірінші көміртек атомдарын сутек атомдарын жалғап шығайық. CH3 болады, мұнда CH, мұнда тоже CH болады, CH2, мұнда CH, мұнда біз CH3-ті жалғаймыз. Түсінікті, иә, сутекті қалай жалғау керегі? Ал түсінбесеңіздер сұрап алыңыздар, басынан бастап түсіндіретін боламын оқушылар. Атайық. Қалай атаймыз? 2,5 диметил этил дейді. Кім түсінбей қалды дейді. Қазір комментарийді көре салайын. Алмас, сіз қай жерін түсінбей қалдыңыз? Сұрап алыңыз. Қатып жатыр, менде Wi-Fi экран көрінбейді дейді. Сабақ сақталады оқушылар, сабақты басынан жібереміз сіздерге. Енді, міне, біз бірінші не істейміз? Ұзын тізбекті анықтаймыз. Міне, бізде ұзын тізбек міне тұр оқушылар. Ұзын тізбек дайын тұр, иә? Енді радикалдар белгілеп аласыздар. Бізде міне CH3 деген радикал бар, одан кейін C2H5 деген радикал бар, және де бізде CH3 деген радикал бар. Радикал бізде қай жаққа жақын болып тұр? Оң жаққа ма, сол жаққа ма? Сол дейді. Оң дейді. Бәрібір оқушылар. Себебі CH3 екінші көміртекте тұр, иә? Сол жақтан бастап номерлеп едік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді CH3 деген радикалдан бізде 2 ғой оқушылар. Екеуінде номерін көрсетесіздер, міне. Екінші көміртекте орналасқан, және де ол 5-ші көміртекте орналасқан. Екеу болғандықтан D деп атайсыздар, яғни D метил. Сосын бізде 3-ші көміртекте тағы да радикал бар. Яғни 3 қандай радикал? C2H5 не деп атаймыз? Міне. C2H5 міне екінші тұрған, ол бізде этил деген радикал. Осыны атайсыздар. Сонда бізде атауы 3 этил. 6 көміртек атомы болғандықтан біз оны гексан деп атаймыз. Міне, формула осы. Гексан. Енді соңғы сіздерге тапсырма. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Және де жаққа біз C2H5-ті жалғайық. Сосын мұнда CH3-ті жалғап қойсылайын. Енді осыны атаңыздар оқушылар. Екі 5 дей метил, так, бұл жаңағы пентан дейді. 2 метил 3 этил пентан дейді.
2 метил 3 этил пентан. Жансұлу молодец. Мына жақта Гитлер деп кім отыр? Пентан дейді қазір. 2 метил 3 этил пентан. Ләззат молодец. Яғни бірінші не істейміз? Ұзын тізбекті анықтайсыздар. Міне ұзын тізбегіміз бізде дайын тұр. Ұзын тізбекті анықтап алдық, иә? Келесі радикалдарды көрсетіп қойыңыздар. Бізде CH3 деген радикал бар, және де бізде C2H5 деген радикал бар. Енді бізде радикал сол жаққа жақын болып тұр, сондықтан біз сол жақтан бастап номерлейміз. Міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. 5 көміртек атомы бар екен. Енді сіздер мынаған қарайсыздар. Бірінші бізде CH5 жазыла ма, әлде CH3 ба? Көміртек атомы қайсысы аз? Бірінші ең аз жазылады оқушылар. Мұнда бізде бір ғана көміртек бар ғой, CH3-те. Сондықтан біз 2 метил деп айтамыз. Себебі екінші көміртекте тұр ол. Келесі үшінші көміртекте бізде не бар? 3 этил деген радикал бар. Микрофонды өшіреміз оқушылар. 5 көміртек атомы болғандықтан ол бізде пентан деп аталады. Кім микрофонды қосып отқан? Так, қазір чатты ашамын оқушылар. Чатқа осы тапсырманы жібереміз. Так, 3 тапсырма берейін, иә? Біреу, екеу, және де үшеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Мұнда бізде CH3 болсын. Мұнда бізде CH3. Мұнда бізде C3, H7 болсын. Бірінші осын атайсыздар. Сутектен жалғаса CH2, мұнда бізде CH2, CH2, CH, мұнда CH, мұнда тоже CH, мұнда CH3 болады. Бірінші осын атаңыздар, келесі мұнан атаңыздар. CH3, мұнда CH2, мұнда бізде CH3 болсын. Бұны не деп атаймыз? Келесі біреу, екеу, үшеу, төртеу болсын. Мұнда бізде C2H5 болсын. CH3, CH2, мұнда бізде CH, мұнда бізде CH3. Оқушылар скриндап аламыз, сосын комментарийға плюс жібереміз. Скриндап алдық па? Аха, уже жауаптарын айтып жатыр екен, өте жақсы. Жақсы, оқушылар скриндап алған болсаңыздар, сәлден соң группаны ашамыз, сол группаға жібересіздер. Енді кеттік, біз атаулары бойынша құрылымдық форманы қалай сызамыз, соны қарастырайық. Енді қарайсыздар, бізде 2 метил пентан деп берілген екен. Сіздер алкан, яғни пентанның формуласын білесіздер ғой? Пентанның формуласы бізде қандай? Яғни ол жерде бізде 5 көміртек атомы бар. Яғни С5 H12 еді ғой формуласы, дұрыс па? Пентанның. Сондықтан біз бірінші кезекте 5 көміртек атом сызамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Міне бесеуін сызып қойдыңыздар оқушылар. Скриндап алайыншы дейді. Міне. Болды ғой, иә? Енді біз 5 көміртек атомын сызып алдық. Екінші көміртекте не бар дейді? Екінші көміртекте метил дейді. Сондықтан біз әрбір көміртекті номерлеп шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Ал екінші көміртекке біз метил деген CH3 деген радикалды жалғай саламыз. Болды, бізде формула дайын. Енді сутектерін жалғап шығамыз. Ал сутектер жалғау үшін біз нені ескереміз? Көміртек 4 валентті екендігін ескереміз. Қараймыз. Бізде көміртектің бір ғана байланысы кеткен. Оған 4 валентті болу үшін 3 сутек керек, сондықтан 3 сутекті жалғаймыз. Келесі екінші көміртек. Оның 3 жағында 3 байланысы бар екен. Ол 4 валентті болу үшін оған бір ғана сутек керек болады. Келесі үшінші көміртекте бізде 2 байланысы бар екі шетінде. Ал ол 4 валентті болу үшін оған 2 сутек керек. Сонымен 4 болады, иә? Келесі 4-ке де дәл сол 2 сутек келеді. Бесінші көміртекте бізде бір ғана байланысы бар, оған 3 ғана сутек керек. Міне осылай жазасыздар. Біз 2 метил пентанның формуласын жаздық. Келесі 3 метил гексан. Гександа бізде 6 көміртек атомы бар, иә? Сондықтан бірінші кезекте біз 6 көміртекті сызып аламыз. Міне. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. 6 көміртекті жаздық. Енді көміртектерді номерлеп шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Номерлеп шықтық. Енді айтады. Үшінші көміртекте бізде метил деген радикал бар екен. Барамыз да үшінші көміртекке метил деген радикал жазып қоямыз. Яғни CH3-ті. Жазылды. Енді қалған көміртектерді не істейміз? Сутектерін жалғап шыға саламыз. Міне, CH3,
мында бізде CH2, мында CH, CH2, CH2 және де CH3. Міне формула дайын. Келесі 4 метил гептанның формуласы. Гептанда бізде неше көміртек бар? Гептанда 7 көміртек бар, сондықтан 7 көміртекті бірінші жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сосын номерлестер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді айтады, төртінші көміртекте бізде метил деген радикал бар екен. Барамызда төртінші көміртекке міне метилді жалғап қоясыздар. Қалған көміртектерді не істейміз? Сутектерін жазып шығамыз. CH3, мында CH2, CH2, мында CH болады, мында CH2, CH2, мында CH3 болады. Түсінікті ма? Қалай жазу керек? Ал оқушылар, сұрақ бар ма? Дауысым кеш бара жатқан жоқ па? Жоқ, апай, түсінікті дейді. Жақсы, оны кеттік келесі. Келесі енді кішкене күрделі қосылыстарды қарастырып өтейік, Так, бізде берілген екен 3 метил, 3 этил деген радикал бар. Енді гексан дейтін болса, қайтадан не істейміз? 6 көміртек саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 көміртек дайын, айтады. Номерлеп шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Номерлеп шықтық. Енді үшінші көміртекте метил бар екен, міне. CH3-ті жалғап қоямыз. Келесі үшінші көміртекте этил бар екен. Этил радикалын жақсы білесіздер, ол бізде С2H5. Міне бізде формула дайын. Енді қалған көміртектердің біз сутектерін жалғап шыға қоямыз. Болды. Мұнда бір ғана байланысы бар, мұнда оған 3 сутек керек болады. Келесі CH2 болады, мұнда да CH2. Енді үшінші көміртектің бізде 4 қолы бар, 4 байланысы болып тұр, оған сутек керек емес. Екінші көміртекке 2 сутек, бірінші көміртекке 3 ғана сутек керек болады. Формула дайын. Енді келесін қарастырыңыздар. 2-3 диметил, сосын 3 этил дейді. Мұна соңында бізде гексан деп тұр ғой, гександа, яғни бізде не бар? 6 көміртек атомы бар. Сондықтан біз 6 көміртек жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 көміртек жазылды. Енді біз әр қайсысын номерлеп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Номерлеп шықтық. Енді айтады, екінші және үшінші көміртекте бізде метил радикалы бар. Сондықтан біз 2-ге CH3-ті жалғайсыздар, және де біз үшінші көміртекке CH3-ті жалғаймыз. Міне, диметил болды, 2 метил радикал болғандықтан. Келесі, үшінші көміртекте тағы да бізде этил радикалы бар екен. Сондықтан біз жоғары жағына С2H5-ті жалғаймыз. Бұл бізде этил радикалы деп аталады. Енді қалған көміртектерді сутекпен толтырып шығамыз. Мұнда CH3, мұнда 3 байланысы бар, бір ғана сутек керек, 4 валентті болу үшін, мұнда 4 байланысы бар, сутек керек емес. Мұнда 2 сутек керек, мұнда тоже 2 сутек, мұнда 3 сутек керек болады. Дайын бізде формула. Түсінікті ма? Қалай жазу керегі? Кеттік, келесі. Бізде 3 пен 4, Тетраметил пентан дейді. Тетра деген не сөз, оқушылар? Ол төртеу деген мағынаны білдіреді, Енді пентан дегендіктен біз 5 көміртек жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне 5 көміртегімізді жазып алдық. Енді айтады, 2-2 дейді. Яғни, екінші көміртекте, сосын 3-3 дейді. Үшінші көміртекте, яғни 2-2 деп тұрғаны, ол метилдан 2 деген сөз. Екінші көміртекте, яғни CH3-ті жалғаймыз. Астына тағы да CH3-ті жалғаймыз екінші көміртекке. Сосын 3-3 деп тұрғаны тағы да бізде метилдан 2 деген сөз. Яғни үшінші көміртекте, яғни CH3-ті жалғаймыз, және CH3-ті жалғаймыз. Болды. Осы бізде тетраметил деп аталады. Яғни метил деген радикал төртеу болғандықтан тетра деп атап тұрмыз. Енді қалған көміртектерді біз сутекпен толтырып шығамыз. Бірінші көміртекте бір ғана байланысы бар, 4 валентті болу үшін оған 3 ғана сутек керек болады. Келесі екінші көміртектің 4 валенсы бар. Мынада да 4 байланысы бар, мұнда 2 байланыс, мұнда 3 байланысты қоямыз, болды, бізде реакциямыз дұрыс болып тұр. Келесі енді төртіншісін қарастырайық. Төртте айтады, 2 метил, 3 диэтил гептан. Гептанда бізде неше көміртек атомы бар? Гептанда 7 көміртек атомы бар, 7-ін жазасыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Номерлеп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Номерлеп шықты. Енді айтады,
екінші көміртекте метил бар екен, барамыз да мына екінші көміртекке CH3 деген метил радикалын жалғаймыз. Келесі 3 деп тұрғаны, яғни үшінші көміртекте екеу бар деген сөз. Яғни диэтил бар дейді. Этилді білесіздер, ол С2H5 деп жазылады. Яғни осыдан екеуін осылай жазып қоямыз. Міне, бізде дайын. Енді барып не істейміз? Сутектерін жалғап шыға қоясыздар. Болды, мұнда CH3, мұнда бізде CH2, мұнда тоже бізде CH2, мұнда CH2, мұнда дұрыс болып тұр, мұнда CH, мұнда бізде CH3 болады. Түсінікті ма? Кетті, келесі. Енді соңғы бізде көміртек молекуласында көміртек атомдарында сіздерде мынандай сұрақ келеді ОБТ-да. Біріншілік, екіншілік, үшіншілік, төртіншілік көміртек атомдарын тап деп. Сол кезде шатасып алмауымыз керек оқушылар. Яғни біз оны қалай табамыз? Біріншілік көміртек атомын тап десе, яғни көміртек қанша көміртекпен байланысты соған қараймыз. Мысалы қараңыздар, мұнда CH3. Ол төменде ғана бір ғана көміртекпен байланысты тұр ғой. Сондықтан Гитлер молодец, төртеу дейді. Міне, ол біріншілік көміртек. Келесі мына CH3-ке қараңыздар. Ол да тек қана бір ғана көміртекпен байланысты тұр, ол да бізде біріншілік көміртек. Келесі мұнда да бізде CH3 бір ғана көміртекпен байланысты тұр, бұл да бізде біріншілік көміртек. Астында CH3-ке де қарасаңыздар болады, ол да бізде бір ғана көміртекпен байланысты тұр, бұл да бізде біріншілік. Келесі мұнда CH3 тағы да ол бір ғана көміртекпен байланысты тұр, бұл да бізде біріншілік көміртек атомы. Енді екіншілікті қалай анықтаймыз? Екіншілік деп аты айтып тұр, ол екі көміртекпен байланысу керек, иә? Міне, мына CH2-ге қараңыздаршы. CH2 ол жоғарыда, және де оң жағында екі көміртекпен байланысты тұр, иә? Сондықтан бұл бізде екіншілік көміртек. Тағы қайсысы бізде екіншілік? Міне, мына CH2-ге қараңыздар. Мына CH2, яғни оң жағында және де сол жағында екі көміртекпен байланысты тұр, бұл екіншілік көміртек. Енді үшіншілікті анықтап көрейік. Міне, CH-ға қараңыздар. Яғни ол үш жағында байланысы бар, сондықтан оның біз үшіншілік көміртек атомды жалғаймыз. Айтамыз, иә? Келесі төртіншілік, өзі аты айтып тұр, төрт байланысы болу керек, иә? Жоғарыда, төмен, оңда және де сол жағында. Сондықтан мұнда бізде төртіншілік көміртек атомы болып табылады. Болды. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма бүгінгі сабақ бойынша? Қарабет дейді. Жоқ дейді. Жаңа курс жайлы сұраған оқушылар, ақпарат берейін бе? Комментарийға жазыңыздар. Жоқ болса жоқ, я болса я. Қазір группаға да жазайын. Давайте айтыңызшы дейді. Органикаға есептер шығарамыз ба дейді. Иә, алдағы уақытта шығарамыз міндетті түрде. Біз 3 күнде органиканы толықтай бітіре алмаймыз. Оқушылар, қайдан көрдіңіздер? Химияны 3 күнде бітіру деген мен білмеймін. Ондай бізде білесіздер ғой, 8 сыныптан 11 сыныпқа дейін ғой химия. Біз қалай 8-ден 11-ге дейін кітаптардың барлығын оқи аламыз? Даже оны логикалық тұрғыда да ойлай алмайсың ғой, қалай оқуға болады дегенді. 3 күн күнімен ұйықтамасаң да бітіре алмайтын сияқтысың ананың барлығын. Енді сіздерге мотивация болсын, иә? Өмір бізге ешқашан кепілдік бермейді, ол бізге мүмкіндік қана береді. Сіздер мүмкіндікті көре алсаңыздар, әрі қарай сіздердің өмірлерің жеңілдей береді, иә? Мүмкіндікке қарай сіздер әрекет жасайсыздар, сонда ұбт-ға жоғары балл алуға сіздерге сенімділік пайда болады. Енді органикадан негізгі, мен органиканы ғана айтамын, негізі менде курстың 4 түрі бар оқушылар. Ол биорганика, жылдық, одан кейін нұсқа талдау, сосын интенсив органика курсы. Тек біреуіне ғана тоқталып өтейін, иә? Егер де сіздер органикада қиналатын болсаңыздар, бізде органикалық сабақтардың барлығы тікелей эфирде өтіледі, бірінші кезекте. Яғни аптасына сіздерге 3 сабақ салынады, тікелей эфирде. Өзім түсіндіремін осылай. Одан кейін ол сабақ міндетті түрде арнайы платформаға сақталады. Платформада сақталу уақыты 1 жыл, яғни сіздер ұбт тапсырғанға дейін барлығы сақталып тұрады. 3 сабақ өтеміз аптасына, және де сіздерге 3 сабақтан кейін үй тапсырмасы міндетті түрде беріледі, яғни органикалық химия бойынша. Сосын осы органикалық химиядан үй тапсырмалары бойынша аптасына 2 рет практикалық сабақ өтіледі. Оны қазір сіздерге экспертін таныстырып өтемін, иә? Келесі, аптасына міндетті түрде өтілген тақырыптар бойынша зачет тапсырасыздар, оны өзім аламын. Одан кейін әр 2 апта сайын деңгей анықтау тесті болады. Яғни біз 2 апта бойы органика тақырыптан өтеміз ғой.
2 аптада дәл сол өтілген тақырыптар бойынша мен жаңа айттым ғой, ұбт-та жинақтап қойдым мен базаның барлығын деп. ұбт базасы бойынша сіздерге өтілген тақырыптардан тест беремін, нағыз ұбт-та келген. Сол тестті талдайсыздар. Одан кейін мен сіздердің базаларыңызды әр 2 апта сайын анықтап отыратын боламын. Енді апта сайын міндетті түрде ата-анамен байланыс болады, себебі біз сапа үшін жұмыс жасаймыз, иә. Келесі аптасына нағыз ұбт бойынша бір нұсқаны талдаймыз органика курсында, себебі органика курсында оқитын оқушылардың базасы өте жақсы болады. Олар биорганиканы толық меңгергендіктен нұсқа талдауды жақсы түсіне алады. Келесі бонустар қандай болады бізде? Органика курсы бойынша авторлық конспект беріледі әр сабақтан кейін. Одан кейін ұбт-та жиі келетін органикалық сұрақтар, іріктелген сұрақтар сіздерге беріледі. Мысалы, зачет тапсыратын кезде сұрақ жауап, нақты сұрақ пен нақты жауап сіздерге дайын тұрады. Оны жаттасаңыздар болды. Сосын бізде жабық телеграм чат бар. Сол чатта осы органика және де биорганика бойынша толық ұбт-та теориялық сұрақтар бар. Сол бойынша опрос жүргізілген. Өте көп опрос. Әр тақырыпқа бөлінген. Мысалы, органика, оксид, негіз, қышқыл, тұз, яғни биорганика бойынша, иә. Сол жерден барлық тақырыптар ретімен кеткен. Сол бойынша сіздер опрос сұрақтардың белгілеу арқылы теориялық деңгейлеріңізді ары қарай дамыта аласыздар. Осы телеграм чат сіздерге тегін беріледі. Одан кейін біз 2 айда органика курсын аяқтаймыз ғой. Аяқталғаннан кейін сіздерге наурыз ұбт-та нұсқа талдаймыз біз, нағыз ұбт-та келетін. Сол нұсқа талдау курсына сіздер тегін қатыса аласыздар. Ол нұсқа талдау курсы наурызда басталады, одан кейін нағыз ұбт-ға дейін жалғасады. Соған қатысасыздар. Енді курс бізде 2 ай болады, бағасы тек қана 2 айға 20 000 теңге болды. Бұл бізде органика бойынша. Тағы сұрақ бар ма, оқушылар? База жеке сатылмайды. Ол тек қана курста оқушыларға ғана беріледі. Тек органика 2 ай ма дейді. Бұл органика курсы, иә. Ал биорганикамен қосып оқитын болсаңыздар, иә, 0-ден басталатын химия ол 5 ай. Ол январдың 15-іне басталады. Мынау бізде қаңтардың 5-іне басталады органика курсы, нұсқа талдаумен бірге. Иә, өзі өте арзан баға. С 0-а 5 айға 75 000 теңге жылдық достықпен беріледі. Ол жақтың форматы өте басқаша. Прям ол жақта енді өте көп оқитын затта, берілетін затта. Прям қиналып оқисыздар деп айтам, бірақ сіздерде өте күшті база қалыптасады. Түсінікті ма? Тағы қандай сұрақ бар? PDF етіп сақтай салайын, иә. Сұрақ бар ма тағы? Менде мына жақта 5 оқушыны көрсетіп тұр, мында қарасам 10 оқушы отыр екен ғой да. Телефонда. Осылай комментарийларыңызды қарап отырамын ғой, не істеп жатыр деп. Экранның барлығын. Рахмет көп-көп дейді. Өте қаңтар газелі қымбаттап кетпей ма дейді. Қаңтарда бәрі қымбаттап кетеді, оқушылар. Прям курстың бағасын бәрін не істеп тастайды, көтеріп тастайды. Себебі қаңтарда уже оқушылар енді ойлана бастайды ғой. ұбт-ға дайындалайын ба деп. Оқушы аз болғаны болмады, иә. Қайда кетіп қалды жаңа 73 оқушы? Негізі жауапкершілікті осы жақтан көрсек болады. Қатыспайтын оқушы зачем оны запросқа белгілеп, опросқа? Ертең алып бастау керек газель әйтпесе дейді. Иә. Сіздерге негізі қандай курс керек? 0-ден басталатын ба? Қазір комментарий ашам, оқушылар. Сол группаға бүгінгі сабақ бойынша ойларыңызды жазып өтсеңіздер, жақсы ма? Прям күшті комментарий күтемін сіздерден. Сүйкімді болып тұрсыз бүгін дейді. Бүгін мен андай болып тұрмын, оқушылар. Уже бізде бір аптадан бері сессия ғой. Толық сессияны тапсырдым, түнде ұйықтамай. Бүгін ұйықтамадым, еще бір апта бойы сессия тапсырып, шаршап тұрған түрім сияқты бүгін мен өзім ойымша.
Жақсы, сау болыңыздар, оқушылар. Қаңтар ұбт-ға сәттілік. Мен записьтен өз ішке салайын.